Мен ардагер атамды мақтан тұтамын. Соғыс туралы әңгіме қозғалса есіме әкемнің майдангер атам жайлы айтқан әңгімелері еске түседі. Әкем атамның соғыс ардагері екенін бізге әрдайым айтатын. Мен атамды көрген жоқпын. Менің атам Қашқынбаев Дәулет 1924 жылы Қызылорда облысының Арал ауданында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келді. Атам туралы әкем былайша сыр шертеді. Әкем өткен күндерді еске ала отырып әңгімесін былай деп жалғастырып еді. Қазақстандық жауынгерлердің біріміз. Ол кезде қайда? Кілең өрімдей жас едік. Дәл осы Қазақстанда жасалған күз, қазан айы. Бәріміз бір құрама пойыздамыз. Елден осы Арал қаласына аттанған топтың өзі бір төбе. Содан қазақтың сары даласын артқа тастап, Ресей жеріне ендік. 12 сарымсынды қарағайлы өлке. Біз мінген пойызға әуе шабуылы болады деп кім ойлаған. Әп-сәтте абыр-сабыр болып атыс-шабыс басталып кетті. Соғыс дегенді бірінші көруіміз болатын. Сол бойда басымызды қайта құрадық. Кемеге отырып Куйбышевтан тыс Мәскеу қаласына қарай бет түзедік. Мәскеуде шамалы болғаннан кейін соншама күшпен Ленинградқа бет түзедік. 1942 жылы Ленинград қоршауда болатын. Қиын кезең. Қала жұртшылығы байланыссыз қалды. Міне осы кезде кеңес жауынгерлеріне біз де қосылып Ленинградты азат етуге белсене кірістік. Күндіз-түні атыс бомбалары жарылып, снаряд оғы үздіксіз төбемізден жауып жатты. Сөйтіп не керек? Біраз шығындар жұмсай отырып, Батыр қаланы қоршаудан азат еттік. Латвия жеріне ендік. Риганы да фашистерден азат еттік. Я, сондай күндерді кейінгі ұрпақтың басына бермесін. Соғыс болмасын, аспанымыз ашық болсын. Басқа не етейін? Бейбітшілікте жұрт аман, тыныштықта өмір сүре берсін деп әңгімесін жиі айтушы еді. Менің атамның өмірі кейінгі ұрпақ үшін қашанда үлгі-өнеге болып қала береді. Атам әжем екеуі 7 ұл қызы дүниеге әкелді. Олардың барлығы жоғары білімді, әртүрлі салада мамандықтары бойынша қызмет атқарады. Ұлдары да қыздары да үйлі-күйлі, отбасын құрған. 37 немересі бар, жоғары білімді мамандықтары бойынша жұмыс істейді. Оның мемлекеттік сыйлықтары, ерлігі үшін медалі, Қызыл жұлдыз, Отан соғысының 1-ші дәрежелі құрмет белгісі ордендері, еңбектегі ерлігі үшін мерекелік медалдар мен құрмет грамоталармен марапатталған атам жайлы осылай сыр шерткенмін. Перзенттік парызым деп білемін. Мен өз атамды мақтан тұтамын.